Ол бала өсіріп отырған аналар мұны жасамауы тиіс. Ол бала өсіріп отырған аналар өздерінің ел қорғаны болар, жауапкершілігі мол, нағыз азамат тәрбиелеуі керек екенін ұғынулары тиіс. Ол бала туылғанда әрбір ананың бойын ерекше мақтаныш билейтіні жасырын емес. Осы мақтаныштың әсерінен кейде бала тәрбиесінде өздері де байқамай қалатын қателіктер орын алып жатады. Ол бала өсіріп отырған аналар төмендегі қателіктерге ұрынбағаны жөн. Бірінші, ұлыңыздың қателіктерін оның көзінше құрбыларыңызбен талқыламаңыз. Бұл баланың өзін өзі жақсы көруіне кері әсерін тигізеді. Әсіресе 4 және 7 жас аралығындағы балалар үшін. Нәтижесінде келешекте балаңыз сізге сенуден қалып, өзінің сәтсіздіктерін, мәселелерін жасырып қалуы мүмкін. Немесе қателікке ұрынбас үшін белсенділігін азайтады. Ал мұндай балалар келешекте ештеңе істегісі келмейтін, жалқау болуы әбден мүмкін. Екінші қателік. Баланың көз қарасымен, ойымен санаспау. Балаңызбен үнемі кеңесе отырып, өз әрекетіне жауап беру керектігін үйретіңіз. Жауапкершілік ол баладағы басты қасиеттердің бірі. Отбасының нағыз басшысы, қорғанышы бола білу кейбір ер азаматтардың қолынан келе бермейді. Сондықтан ұлдың тәрбиесінде әке басты бәсекелес. Яғни, бала әкеге қарап, соған жетуге тырысып, бағып өсуі керек. Ал анасы баланы әйел затын, ананы құрметтеуге үйретуі керек. Үшінші қателік. Армандарына тоқтау салмаңыз. Ол балалар қыздарға қарағанда бұзығырақ, тынымсыздау болып келеді. Ал нәзік ана жүрегі бала үшін қашанда қорқынышта жүреді. Құлап қалса, денесін ауыртып алса, тән жарасына көбірек мән беріп, бала үшін қызықты нәрселерді тыйып тастауға дайын тұрады. Келесіде қорқып, сыртқа шығармай, немесе ол спортқа қатыстырмай қоюыңыз әбден мүмкін. Бірақ ананың басты міндеттерінің бірі баладағы сол белсенділікті, тынымсыздықты тұқыртып тастамау. Яғни, сырғанаққа барғысы келе ме? Барсын. Бокс па? Рұқсат етіңіз. Боксты тастап, футбол немесе басқа спорт түрін қалап тұрма. Ол өзінің құқығы. Бұдан бала жалқау, бірден екіншісіне секіретін, селтеңбай болып кетеді деп қорықпағаныңыз жөн. Қайта, ол өзіне шын мәнінде не қажет екенін ертерек білетін болады. Тек бастысы, өз әрекетіне жауап беру керектігін ұмыттырмай, есіне салып отыруыңыз қажет. Мысалы, сырғанақтан құлап, бір жерін сырып алды делік. Мұндайда, әне, айттым саған, деген сөзді ұмытып, қайта, жарайсың, көрдің бе, сырғанау қолыңнан келді. Доп тебе алғаныңның өзі қандай керемет, деген сөздермен қуат беру керек. Тек келесіде абай болуы керектігін ескертіңіз. Төртінші қателік. Баланың іс әрекеті қаншалықты күлкілі болса да, күлмеңіз. Егер күлген болсаңыз, оның себебін дұрыс түсіндіріңіз. Мысалы, сен сияқты кішкентай баланың ересектер секілді сөйлеуі мен үшін қызық. Мен сенімен мақтанамын. Бесінші қателік. Ұлыңыздың ернінен сүймеңіз. Ернінен сүюдің ананың махаббатына ешқандай ұқсас ортақтығы жоқ. Өз махаббатын
жеткізу үшін балаңызды ұзақ, жақсылап құшақтап, маңдайынан иіскеп сүйіңіз. Оған сол да жеткілікті. Ананың ыстық құшағы, ботам деп маңдайынан иіскеп сүйгені әр ер баланы асқан махаббат пен мейірімділікке үйретіп, күш-жігер сыйлайтыны анық. 6-шы қателік. Ол баланың алдында киім ауыстырмаңыз. Ол бала өз бетінше жүріп, мен өзім істеймін деп сөйлей бастағаннан-ақ, оған кәдімгі ер азамат ретінде қарау керек. Алайда, ол ер азаматты өзіңіз туғаныңызбен, келешек ол өзгенің жары, өзгенің азаматы. Сондықтан, өзім тудым, өзім білемге салынбай, баланың көз алдында киініп шешінуге абай болғаныңыз жөн. Жас күніңізде түн ұйқыңызды 4 бөліп, өсіріп, жеткізген ұлыңыз қартайғанда өз мейіріміне бөлеп қарасын десеңіз, онда осы қателіктерді мүлде жасамауға тырысыңыз. Құрметті оқырман, ақпарат сізге пайдалы болса, төменге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер құнды ақпараттарым, нақыл сөздерім каналымнан көптеп шығады. Менімен болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман да сау болыңыз.